Мына бір қуанышты нәрсе, соңғы жылдары ғана әңгіме болып жүр. Тіл дегенге де қатты көңіл бөліп, оның мерекесін, мереке күнін үкіметіміздің жариялап жүргені біздерді тілді зерттеп жүрген ғалымдарды қуантып жүр. Соның бірі бүгін мінекей 5-ші қыркүйек тіл мерекесі күні болып отыр, және ғажабы 5-ші қыркүйек сол тіл деген құдіретіміздің патшасы дейміз бе, ең үлкені дейміз бе, ең құдіретті бастап отырған, қазақ тілін зерттеуді бастап отырған орасан ғалым Байтұрсынұлы Ахметтің туған күні бүгін. Сонымен бәрі қатар келіп жатқасын, Байтұрсыновтың есімін алып отырған институт, яғни Алматыдағы Қазақ тіл білімі институты мінекей конференция ұйымдастырып отыр. Бұл конференцияны жалғыз Алматыдағы емес, менің туған өлкем, алтын ордам, өскен ордам, бірінші аяғымдан аттап, жақсы тілекпен осы Алматыға аттанған жерім Ақтөбе облысы болатын. Оның Темір дейтін, Ойыл деген ауданында туып, Темір дейтін ауданда осы Алматыға 1945 жылы аттанғанмын. Міне соның қуанып жатам. Әрдайым жалғыз осы бүгінгі күн емес, өткен күндердегі де әртүрлі мерекеге байланысты 90-ға да келдім, 85-ке де келдім. Барлығында да кішкене құттықтаулар өтіп жатты ғой. Сол кезде Ақтөбе облысының өзінің перзентіне көрсетіп жатқан қадір құрметін қатты ризамын. Естуімше, Ақтөбедегі үлкен университет, Құдайберген Жұбанов атындағы университет, үлкен ғимарат өздеріне алып, соның ең бір кең бөлмесін Сыздықованың бөлмесі болсын. Енді ол несіме, көрме бөлмесі ме, әйтеуір соның кітаптары, құралдары тұратын ескерткіші болсын деп арнапты. Оған да қуандым. Ол да күні ертең бүгінгі конференцияда отырғандар да кетер, біз де кетерміз. Қалатын нәрсе қағазға жазылып қалған хабарлар мен жаңағы көрмеде көрсетіліп жатқан кітаптар, шығып жатқан кітаптардың көрінісі, ұстаған бұйымдарымыз бар ма? Мысалы, Ақтөбенің қалалық музейінде мен қолданған немістердің әлгі жазып, тарсылдатып жазатын оптимум аты сондай еді. Несі бар? Машинкасы болатын. Компьютер шыққанға дейін қағазға таңба түсіретін. Сонымды жібергем, бір 10-15 кітабымды жібергем, тағы нелер тұр білмеймін, келген сайын Ақтөбенің музейіне деп алып кететін біраз нәрсені. Соны көрдік, тұр деп айтып келгендерді. Соған қарап мен Ақтөбе облысына, оны басқарып отырған замандас тарма, әрине бәрде менен кіші ғой, со апа деп сыйлап, жасы үлкен қадірлі жерлесіміз деп сыйлап, көрмелер ұйымдастырып, қазірде де естіп отырмын, тіл құрметіне, тіл мерекесіне арналған конференция мәйтеуір іс-шаралар қолданып жатыр деп. Ол да керек, өйткені тіл деген біздің адамзаттың ең бірінші қолындағы құралы ғой. Сол құралды дұрыс ұстап, дұрыс пайдалансақ, біздің тіл білімпаздарының, тіл ғалымдарының, мұғалімдердің, басшылардың барлығының істеген еңбегі жанар еді ғой деймін. Енді айта келіп, Ақтөбе облысында да тіл мерекесіне арналған шаралар дайындалып жатыр деді. Ол конференция түрінде бола ма, басқа түрде бола ма, қайғайсы болса да, қазақ тілін құрметтеп, соған көңіл аударылып, қалың жұртшылықтың назарына салып жатқан ең бір керекті жұмыстың бірі деп танимын. Сол жұмысты істеттіріп, басқарып жүрген әкімі
оңдасын Оразалинге үлкен ризашылығымды білдіремін. Өйткені бұл жалғыз тек тіл мерекесін емес, сол тілді зерттеп жүрген ғалымдарды құрметтеп отырғаны ғой деймін. Оған да рахметім зор. Міне осылайша тіл деп жүрміз ғой. Тіл деген біздің танымыз бойынша үлкен газеттеріміздің үлкен таңбасы ретінде Қазақстанның тарихы қазақ тіліне байланысты. Қазақстанның өмір сүруі, болуы қазақ тіліне байланысты деген ұрандарымыз бар ғой. Президентіміз айтты, бірінші қалғандарымыз қостап жүрміз. Тіл сақталса, сол тілді пайдаланып отырған халық та сақталады. Тіл сақталмай қалса, ол неше миллион халық, неше мың халық, оқыршы сол халық атты алып отырған халықта әрине мүлдем құрып кетпес, адамдар туат өседі ғой. Бірақ қазақ дейтін халқы жоғалады. Қазақтың тілі жоғалса, қазақ дейтін халық болды, қазақ тілі дейтін тіл болды деген ұғымдар болмайды.